Маңғыстау облысының халқы қандай? Өзіңіз қазіргі. Мысалы қарап отырсаңыз, бұл жер Маңғыстау. Енді сіз де оны жақсы білесіз. Бұрын атағымыз еңбек дауларымен, шеті жоқ митингтермен шықты ғой, енді бірталай жерге дейін шуладық. Бірақ қазір қарап отырсақ, биыл жылдың басынан бастап, қаңтар айының орталарынан бастап, бүгінге дейін бірде-бір еңбек дауы болмаса митинг тіркелген жоқ. Құлсарыны су басты деген кезде, мен сізге айтайын, маңғыстаулықтардың жаны шығып кете жаздады. Барлығы ауыздары бірігіп, ұйымдасып, өзеннен біз техника жібердік. Мынау, міне көріп отырсыз, мына ортада такси болатын жігіттер, мына такси болатын альфа-арттар бар. Осы жігіттер ішкен астарын бәрін жерге қойып, ақшасыз әшейін жаңағы ақша алмай адамдар тасымалдаумен болды. Бір, екінші, танымаса да Құлсарының уақытша паналауға үйлерін алып кетті. Маңғыстауға көп отбасылар келді. Мысалы, кешегі Әзербайжанның ұшағы осында құлаған кезде, мысалы, қатты енді мен оны толғаныспен де айтамын, оны көз алдымда бәрі болды. Қалай маңғыстаулықтар шырылдап сол жерде құтқарып қалу үшін барып қан тапсырып, сіз білесіз ба? Сол қан орталығына бара жатқан адамды егер мысалы таксиді Яндекстен бір жерге шақырады ғой, таксисттер қан орталығына баратырмын деген адамның бәрін тегін тасты, ақша алған жоқ. Ол енді не туралы айтады? Біздің кеңдігіміз ба, кеңдігіміз деп есептеймін. Бауырмалдық па, бауырмалдық. Маңғыстаулықтардың еркелігі бар шығар. Бетке айтатын мінезі бар, бірақ біздің жігіттер ешкімнің артына бетіне күліп отырып, ешкімнің артына пышақ қадамайды. Оны да бағалау керек, оны да айту керек. Бірақ енді бізде бүкіл өңірде ондай емес па, әртүрлі бір Алматыда жер сілкінісі болғанда таксилерін алып керісінше баға. Енді дұрыс емес ол дұрыс емес. Өйтіп жер сілкініп жатқанда мен баға бере алмаймын, әркім өзінің арында қалсын. Бірақ біздің маңғыстаулықтар айтып отырмын ғой, жаңағындай тегін түрде таксистерді де басқасын айтпаған, таксистердің өзі тегін түрде жұмыс жасап кетті. Таң қалдыратын тағы бір нәрсе, мына Жаңаөзенде даудың ортасында жүретін жігіттер, мен ойлайтын едім осыларға не жетпейді деп. Өзі бір екі жігіт, сол екі жігіт болғанда енді бар ғой, Құлсарын су басқан кезде азаматтар көмектесек, бауырларымыз ауылында қайғы болып жатыр деп бастап ең бірінші болып кеткен сол жігіттер мысалы. Мен бұрын ондай көзқарасым басқа еді, содан кейін бірден желіктетен градусқа өзгеріп кетті. Іштеріндегі азаматтық деген сезім, азаматтық деген жаңағы принцип. Өз қара бастары үшін ғана емес, шауып кетті барлығы.